өміріңізде. Соның барлығы сізге әрине әсер етеді, денсаулығыңызға, жүрегіңізге әсер етеді. Қатты жүрекпен қабылдайтын адамдар шынымен де жүрегі ауырғыш болады. Өйткені жүрегінен аурысқа түсіреді да. Бір адамдар бар, мысалы, айдалада біреудің проблемасын уайымдап жүреді. Немесе біреу проблемасын айтып отырса, соны өзіне қабылдап алады. Менде де сондай болмай ма, солай болып қалуы мүмкін ғой деген сияқты ойларды жібереді да, өзінің ойымен, жаман ойымен өзіне ауру тартып отырады. Өзінің жаман ойымен өзіне жамандық тартып отырады. Ондай да адамдар бар. Сондықтан әркімдікі әртүрлі мәселе ғой, жекеше қарастыру керек, жеке терапияға келсеңіз болады. Бұл өмірде адамдардың барлығы идеальный өмір сүрмейді ешкім. Барлығында мәселе бар, барлығында проблема бар. Менде де проблема бар, сіздерде де проблема бар, иә. Бірақ соны бізге Алла тағала не үшін беріп жатыр? Бізді тәрбиелеу үшін.